бірінші қыркүйекте Қазақстан халқына арнаған жолдауында орта білім сапасын арттыруға ерекше тоқталды. Енді сол жердегі мемлекет басшысының сөзіне сілтеме жасасам деп отырмын. Сапалы орта білім алу әрбір баланың мызғымас құқығы. Мұндағы ең түйінді сөз сапа. Сондықтан білім сапасын жақсарту және мұғалімдердің біліктілігін арттыру ауадай қажет деп айтты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев. Енді сапаны бір күнде өзгерту мүмкін емес екені белгілі, дегенмен бұл бағытта қандай нақты жұмыстар жүргізіліп жатыр, осыған тоқталсаңыз. Дәл қазір президенттің берген тапсырмасына сәйкес тиісті сарапшылар, мамандар бас қосып, үлкен жаңағы ұлттық баяндама әзірлеп жатырмыз. Бұның ішінде жалпы осы сапаны көтеруге қатысты барлық тектіктер, бұл балабақшадан бастап мынау колледжге дейінгі мәселелердің бәрі соның ішінде қамтылып отыр. Қандай жұмыстар атқарылу керек, қалай атқарылу керек, сапаға жетудің негізгі тетіктері қандай мәселесінде және оны қалай іске асыру бағытында қазір осы жұмысшы тобы өзінің жаңағы жоспарлы дүниелерін жасап жатыр. Біз жобамен 25 қаңтарда бұны үкімет отырысында жаңағы баяндауға дайындалып жатырмыз. Сондықтан алдағы уақытта мүмкін осы хабарда атқарылатын істерді сол отырыстан кейін тағда дұрыстап баяндап беруге мүмкіндік болады. Жақсы, осы мұғалімдердің біліктілігін арттыру жұмыстары жүргізіліп жатқандығын жақсы білеміз. Бұл енді үнемі күн тәртібінен түспейтін мәселе. Жалпы осы аттестациялау тетігін жеңілдеттіңіздер. Ол не береді, қандай пайда келіп жатыр? Осыған тоқталсаңыз. Жалпы өте өзекті мәселені көтеріп отырсыз. Осы соңғы мен бір желіде қарап отырмын. Жапондықтарда ұстаздар күні жоқ екен. Ол жерде ұстаздар күні күнде екен. Барлық ұстаздарды аса құрметтейді дейді. Біз де өзіңізге белгілі ұстазға деген көзқарас біздің қоғамда да ол өте биік дәрежеде болғаны белгілі. Енді сол мына педагог мәртебесін көтеруде біз ұстаздарға көзқарасты өзгертуіміз керек. Әрбір мұғалім, мысалы республикамызда 350 мыңнан аса мұғалім бар, олар үлкен қызмет жасап жатыр. Мына балалардың білім біліктілігін арттыруда, біздің жас жеткіншектерімізден үлкен тұлға азамат жасауда. Сондықтан да мұғалімнің жұмысы шығармашылық болу керек. Ол еш нәрсеге қатты алаңдап, қиындықтан өтпеу керек. Осы мәселелерді зерттеп зерделей келе, әріптестермен ақылдаса отырып, мына бұған дейін портфолио жинап келген болса, бұл портфолияны алып тастауды шештік. Өйткені портфолио негізінен ол қағазбастылыққа, мұғалімнің негізгі жұмысынан алаңдатуға алып келетіндігі тұрғысынан дәлелдеп көп дәйектер келтірілді. Екіншіден, қажетсіз тесттің көптігі, шамадан тыстығы айтылды, оны да біз зерттеп зерделедік. Сондықтан мына педагогик психологияға қатысты тесттерді алып тастадық та тек ұстаздың өзінің жаңағы пәніне қатысты тесттер қалдырды. Негізгі ұстаным мұғалімнің жетістігі оқушының жетістігіменен бағалану керек. Яғни неғұрлым мұғалім оқушыны жетістікке жеткізіп, оның білімін ұштап жатса, сондай мұғалімдерді біз көтермелеуіміз керек, қолдауымыз керек, оларды іздеп табуымыз керек. Бекемен мысалы өзіңіздің әріптестеріңізге талай рет айттым, осы біздің аймақтарда қолым жетпей жатады. Егер де жаңағы үлкен еңбек жасап, тамаша нәтиже көрсетіп жатқан мұғалімдер болса, газет беттерінен, телевидениеден шығарып беріңіздер. Мен ол кісілерге өзімнің құрметімді көрсетейін. Өйткені көбіне қара еңбек жасап жатқан біздің мықты ұстаздар, ол өз-өзін көрсетуге шамасы да уақытысы келе бермейді. Желіге де шыға бермеуі мүмкін. Біз соларды көрмей, елемей қалып жатамыз. Сондықтан біз осы нағыз шәкіртіне үлкен махаббатпен қарап, тұлғалы азамат тәрбиелеп жатқан көптеген ұстаздарымызды жарыққа шығарып көрсетуіміз керек те, оларды барынша қолдауымыз керек деп есептеймін. Онда біз осы биылғы жаңа маусымнан бастап, жаңа оқу жылымен бірге арнайы өздеріңіздің министрліктеріңізбен бірлесіп жаңа жобаны жүзеге асырғалы отырмыз. Оны өзіңіз білесіз. Көрермендерге де айта кетейік, сол мектеп, екі тілде школа деген тақырыпта осы бағдарламамызда осы сіз айтып отырған дүниелердің барлығы қамтылады деп ойлаймын.